аты жөніңізді айтыңыз да. Сізге сұрақ, қазіргі осы жүргізіліп жатқан қылмыстық іс бойынша істі жабу үшін ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне 1,5 миллион қаражат берілді деп айтылып жатыр. Сол туралы айтып беріңізші. Кім сұраған, кім берген? Мен Тилахан Рауан Абдрахманович 8 март күні өзінің бірінші ұлттық қауіпсіздік комитеті өзін ОБН болып таныстырған. Сол кезде ол істі жауып тастау үшін 1,5 миллион, 5 миллион ақша сұраған, 1,5 миллион берген. Аты жөні білесіз ба, ол кісі кім? Талғат деген есімін білем, бірінші. Ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі Талғат деген есімді өзін ОБН болып таныстырған бірінші ол кісі. Кейін екінші мені Абдуалиев деген қылмысқа итермелеп, осы істі істеткен Абдуалиев Тимурхан болатын. 1,5 миллионды сіз қалай бердіңіз? Кім берді оған? Миллионды қолма-қол бердім, 500-ді Каспийіне салып берген. Сол Каспий Голдқа салынған чекті біз қайдан алуымызға болады? Өзімде бар. Беруіңізге мүмкіндік бар ғой, келіншегіңіз немесе адвокатыңыз арқылы? Өзімде бар, иә. Жалпы бұл істе сіз өзіңізді айыптымын деп есептейсіз бе? Айыптымын деп айта алмаймын. Қылмысқа итермелеген Абдуалиев, мен осы істі істеткен Абдуалиевтің айтуымен істедім. Жаңағы келтірілген 80 килограмм психотроптық заттар, яғни есірткі заты, иә? Оны сіз қайдан алып келдіңіз және кімнің айтуымен? Оны Абдуалиев комитеттің, ұлттық қауіпсіздік комитетінің айтуымен алдырттым. Ол қай жерден алдырттыңыз? Ол Тараз Шу қаласынан деп, сол жақтан. Түсінікті, рахмет сізге үлкен.